Біріншіден компьютер. Екінші құрал телефон. Ұялы телефон соның ішінде. Ұялы телефон. Үшінші біздің құралымыз бар. Оны айтады смартфон. Үшінші құрал. Төртінші құралымыз смартпад. Осы төрт құрал туралы қысқаша қазір айтамыз. Мына компьютер біздің өмірімізге енді. Мен шамамен сіздерге айттым ғой. Шамамен 30 жылдай бұрын біздің елімізге ене бастады. Ұялы телефон келген кезде біздің өмірімізге бұл арнайы бағдарлама қабылданған жоқ. Осы телефонды уақытыңызда үйретіңіздер деген. Бірақ халық жаппай өздері үйренді. Енді осы екеуінің арасынан шыққан құралдар бар. Компьютердің мүмкіншіліктерін ұялы телефонға салса, шығатын құралды айтады смартфон дейді. Ортасынан пайда болады смартфон. Мына ұялы телефонның мүмкіншілігін компьютерге салған кезде пайда болатын құралды смартпад дейді. Немесе планшет, екінші атауы. Планшет, сөйлеп те жазып қойды. Планшеттің басты белгісі үлкен деу. Планшет. Жоғары ұстап көріңіздер. Салқын екен, жоғары ұстап. Көріп тұрсыздар ғой? Бірақ сосын жоғарыда сол жақ шетінде бір кнопка бар. Ең сол жақ, ең төбесінде. Осыны бассақ, бір рет бассақ сөнеді, бір рет бассақ қосылады. Осы әрекетті басқа дымда жасамаңыздар, тек қана осыны бір басып сөндіріп көріңіздер. Қолмен істеп көріңіздер, қолмен жасап көрмеген адам қалған жоқ па? Қалған жоқ. Бәріміз жасап көрдік па? Ал қарап отырып, солай екен көрдім демеңіздер, қолмен ұстаңыздар, саусақпен сезіп көру керек. Мынаны қосқаннан кейін блокировка бұғаттан шығару үшін оң жақтан сол қарай қапасты шығады. Содан кейін бүйтіп биттерді ауыстырыңыздар да қайтадан сөндіріп қойыңыздар. Қайталап жасаудың да зияны жоқ, жасаңыз. Так, мен создать группу деп айтамын. Әзірге сізге айтқан жоқпын. Енді сіздер де қосылыңыздар, присоединиться деңіздер. Енді мен осында бірнеше суреттерді таңдап аламын. Жаңа соңғы түсірген суреттер бар. Сіздің топты түсірген. Сол суреттерді аламын да. Ортақ көруге ғана істейміз. Қостым. Ал енді сіздер де дәл жаңағыдай кіріңіздер, присоединитесь. Сосын мен енді изображение деймін. Мен ауыстырып тұрмын. Сіздер тек қана изображениеге қараңыздар. Мына түрлі столдардан шамамен алынған суреттер. Осыларды біз ауыстырып отырмыз. Енді осы тұсына жазуға да болады. Мен қазір жазам. Мысалы үшін S тең болады. Көбейтілген деп жазып жатыр. Сіздерге шықты ма экранда? Мен қазір кетіріп тастайын. Түсін өзгерте аламын. Басқа түсті аламын да қалыңдау етуге болады. Шрифтің тең болады деп бастап жазып.